Міне сөйтіп Сулейман алейхиссаламға Алла Тағала тағы бір сынағанын айтады. Валақад фатанна Сулеймана. Біз Сулейманды емтиханнан өткіздік. Сөзсіз нақты біз Сулейманды бір емтиханнан өткіздік. Ва алқойна аля курсиихи жасадан. Емтиханның бейнесін Алла Тағала былай баяндайды. Біз оның орындығына бір денені тастай салдық дейді. Дене деген нәрседе көрдіңіз ба? Мына дене мен орындықтың арасындағы байланысына қараңыз. Сүлейменнің тағын Алла Тағала тақ деп сөйлемеді. Негізінде аршы деп аталады ол арабша. Орындығына деді. Қараңыз қалай тәрбиелеп жатыр. Орындығына. Осы орындықпен ауырып жүргендер бар ғой бізде. Мысалы. Қараңыз, өйткені аршы десе ол көп, бізде тағы жоқ қой деп адам ойламауы мүмкін. Сондықтан бүкіл адамзатқа әсер ету үшін орындығына деді. Орындығына бір денені тастай салдық дейді. Дене, егер Алла риза болмаса, Алланың ісімен айналыспаса, кез келген адам, орындықтың үстіндегі адам, ол дене. Ол денеден басқа нәрсе емес ол. Ол Алланың ризалығын орындамаса ол жерде. Бір кабинетте андай бір орындық беріп қойды, диплом алдыңыз, жұмысқа тұрдыңыз, кабинетте отырсыз, адам кіреді жаңағы. Омар радиаллаху анху айтқандай, қауымның басшысы, сол қауымның қызметшісі дейді. Қараңыз. Кірді ме? Келіңіз. Үлкен бастықты қалай қарсы аласыз? Көрдіңіз ме? Көңіліңіз сондай болсын. Келіңіз, отырыңыз. Қандай мәселесі де? Мен осындай мәселелерім. Ол талқылаймыз. Шақырып алған жақта. Сіз осы үшін отырғызып қойған ғой Алла негізі. Айында қалағаныңды кіргізіп, қалағаныңды кіргізбей. Не мәселе? Не нәрсе? Тез айтыңдаршы деген сөздер ол. Ол біттің деген сөз ол болды. Ол дене деген сөзді. Сонда жаңағы орындықтың үстіне бір денені тастай салып едік дейді. Қараңыздар, тастай салып едік. Бірден сол жерде Раббысына қайырылды ғой дейді. Ымнан түсінетін жігіттер ғой, құрметті жамағат. Пайғамбарлар деген кезде біздің Алла Тағала Құранда риджалун деп айтады кейде, еркектер деген нәрседе. Раббысын ымнан түсінетіндер бұл еркектер бұл. Бұл еркекке ешбір еркектер жетпейді Алланың қасында. Бірден түсіне қойды дейді. Бірден қайырылды дейді Раббысына. Бұл жердегі Алла Тағала жаңағы денені немесе тағы да басқаны жылқылардың жаңағы мәселелері, тұлпарлардың мәселелерінде айқындап, баяндап, ерекше сөйлемейді. Неге? Өйткені олар ымнан түсінетін жігіттер да. Ең бастысы олар түсінді Раббысына не қалап тұрған. Бізге беріп жатқан сабақ, сен де ымнан түсінетін бол деп жатыр бізге. Ертең далаға шығарған кезде, ол жерге бір міскінді қойып қоямын дейді. Өтіп баратқан кезде көзіңе бір көрсетіп қалам. Түсінесің ба, түсінбейсің ба, көреміз дейді. Болды. Өмір деген сол өзі. Сосын жап-жақсы тахаджуд оқып, таң намазын оқып үйден шығып баратқан кезіңізде, жаңағы бір машина су шашып кетуі мүмкін үстіңізге. Біз тексереміз дейді сені. Әрбір нәрсе, құрметті жамағат, сізді өте мықты құл етіп тәрбиелеу үшін ғана болып жатқан нәрсе. Сізге жамандық қаланбайды Алла Тағала тарапынан, есіңізде болсын. Сізді мұсылман қылып бастағаннан кейін, енді сізді ары қарай шыңдамаса, сізге жамандық қалап, сүріндіріп, айыбыңызды ашуды қаламайды Алла Тағала. Сізді керісінше жақсы қылғысы келе береді да. Міне осындай қиссаларды бізге баяндап жатыр Алла Тағала. Сонда Сулейман жаңағы тақ пен денені, орындық пен денені көрген кезде мынандай дұғаны айтады. Қаула Робби, Раббым, кешірші мені. Кешірші мені, Раббым. Вахабли мулкан, маған бір патшалықты сыйлашы. Ла янбағи ли ахадин мин баъди, менен кейін ешкімге тиісті болмайтын. Бұл жердегі мәселе, құрметті жамағат, маған осы патшалықты сыйлашы Раббым. Басынан аяғына дейін, тірі болғанға дейін бүкіл патшалықты саған бағындырып беремін, Раббым. Сенің дидарыңнан басқа нәрсе істемеймін. Менен кейін біреу бұны істей алмай ма деп қорқам мен. Бірақ менің жүрегім дайын тұр болған, Раббым. Сондықтан менен кейін бермей ешкімге деп отыр. Меніңкі дайын деген сол дайындығының өзі керемет нәрсе болып тұр ғой. Иннака антал ваххаб, Раббым, сен берем десең бересің ғой. Оп-оңай ғой саған. Сен ваххабсың дейді. Сен берегенсің. Сен сыйлайтын болсаң, сен сыйлай саласың, Раббым.
ешқандай кедергі жоқ. Сонда сыйлығын қараңыз. Бағанағы тұлпарларды Алла үшін жоқ қылып жібергеннен кейін кейбір ғұламалар өте түсіндіреді, оны бауыздап пақырларға таратып жіберген деп. Жалпы бізге ең маңызды нәрсе бұл жерде Сүлеймен Раббысын түсіне қойғаны. Яғни біз де Раббымызды түсіне қою керекпіз кез келген жағдайда. Сонда тұлпарлардың орнына қараңыз не бере салған Алла Тағала. Фасаххарна лаху риха, біз оған желді бағындыра салдық дейді. Яғни Сүлеймендікі, жел Сүлеймендікі. Өзіңіз ойлаңыз. Ешкімде жоқ қойғандай нәрсе бүгін. Жел Сүлеймен кеттік десе қозғалып кетеді. Өзіңіз ойлаңыз. Жел ұстап та білмейсің ғой нәрсе екен. Желді бағындыра салдық дейді оған. Тәжриби әмрихи, бұйырса болғаны жүгіреді дейді жел. Оның жылдамдығын ойлаңыз, тұлпарлар артта қалады ғой. Рухоан, оп-оңай хайсу асоба, қай жерді қаласа сол елге оп-оңай жеткізе салады дейді. Қараңыз. Бағанағы Сүлейменнің сол жылқылармен, тұлпарлармен істеген мәселесіне байланысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның бір ұқсас нәрсені келтіріп қойсам, өмірінде болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жаңағы Абдулла ибн Аббас радиаллаху анху айтады: "Анна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах тағаланың елшісі, роа хотиман мин захабин фи яди раджулин, өтіп бара жатты да бір адамның қолында алтын сақинаны көрді дейді. Фаназағаху фатарахаху, пайғамбарымыз оны қолынан шешіп алды да, тәрбиешісі ғой үмбетінің, лақтырып жіберді дейді. Сонда пайғамбарымыз айтқаны: "Аяғмиду ахадукум иля jamratin минан нари фаяджалаха фи ядихи", сендердің біреулерің сонда тозақтан болған бір шоққан еттеніп, соны қолдарыңа тағып қоясыңдар ма дейді. Анау алтын қанша тұрады деп ойлайсыз енді? Бағалы алтын ғой ол. Пайғамбарымыз кетіп қалады. Жаңағы кісінің қасындағы кісі түртіп айтады: "Фақила лир-раджули", айтылды дейді оған: "Хуз хотимака, сақинаңды алып ал". Бұл біз сияқты бір жанашыр ғой. Сақинаңды алып ал, интафи бихи, әлі пайдаға керек болып қалады ғой, тақпасаң да бірдеңке істеп деген. Сонда жаңағы кісінің сөзін қараңыз, жаңағы сахабаның. Пайғамбарымыз да соны істеген кезде өзі істелетін адамы да лайықты болады екен, өзі тәрбиелік кезде. Жаңа кісіне айтаңыз: "Валлахи", дейді, "Алла мен серт, ла ахузуху абадан", ешқашан алмайым дейді оны. Қады тарахаха Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, оны лақтырып жіберген Алланың елшісі ғой дейді. Көрді? Мал деген нәрсені қара жүрекпен қалай жұмыс істеген бұл кісілер. Сахих хадистер бұның бәрі. Міне осындай мағыналар болғанда, құрметті жамағат. Міне сөйтіп біз Сүлейменға желді бағындырып жібердік дейді. Оның әмірімен қозғалады, қалаған, көздеген еліне, көздеген жеріне апарып жеткізіп салады дейді оны. Бұған қоса дейді, қараңыздар қандай нәрсе. Алла Тағала Сүлейменға Алла жолында жүргеннен кейін, Алла жолындағы жаугершілік заман болғаннан кейін, жаңағы патшалығын шын мәнінде ерекше патшалықты сыйлап, оған адамдардан бөлек шайтандарды да кіргізіп жіберген екен әскеріне. Жаңағы шайтандар ішкі дүниесінде шайтан болғанмен, бірақ Сүлейменнің бұйрығы келген кезде керемет жұмыс істейді. Бағындырып тастаған ғой, түсіндіңіз ба? Бағындырып тастаған. Сүлеймен десе қорқады, тік тұрадылар, сапта тұрады бәрі. Сондай дәреже құстарға дейін бағындырып қойған ғой, таң қаласыз да. Жаңа мысалы жылқылармен, тұлпарлармен жаңағыдай нәрсені істегенде мынандай нәрсе болған. Сүлеймен алейхиссаламның әскерінде құстар болған. Құстар. Нәмл сүресінде Алла Тағала айтады: "Бір күні сабын тексереді ғой." Сапты тексереді да, сонда жаңағы бір үлкен шөлде далаға келіп, су іздейді. Түгел әскер шөлдейді да, су іздейді да. Су құдық қазатын кезде біз ана бір нелер, аппараттар бар ғой, қай жерде су бар көрсететін. Ол кезде Сүлейменнің әскерінде хут-хут деген құс бар. Хут-хут деген құс бізде бәбісек деп атайды. Немесе көкектің бір түрі, басында несі бар, айдары бар. Сол құс қой негізі асылы.
Худхуд. Сол құс судың қай жерде екенін біледі екен. Мына жерді қаза беріңдер дейді, болды. Түсіндіңіз бе? Сол худхуд жаңа құс, сол Сүлеймен бір кезде көзіне түспей қалады құс. Жаңа көзіне түспей қалады. Құсты жоғалтты дейді Сүлеймен. Құсқа дейін біледі ғой, қай жерде тұратынына дейін. Ол жай патша емес ол. Жаңағы нелерін жұмсақ қойып, орынбасарларын не болып жатыр дейтін. Әрбір құстың орнын біледі саптағы. Қараңыз. Сонда құсты таба алмай қалды дейді. Фақола мәлия, сөйтіп айтты дейді. Маған не болған? Деп. Ла арал худхуда. Ана бәпсекті көрмей тұрмын ғой мен. Аукана минал ғойбин. Әлде жоқ па сапта? Қараңыздар. Тәртібіне қараңыздар. Алла Тағала сонда бұйрық берген екен. Қаласаң құсқа дейін. Мына нәрсені айтқан ғой. Ла уғазибаннаху азабан шадида. Егер таба алмай тұр ғой енді. Сапта жоқ орында. Рядовой жоқ. Сонда жаңа айтады. Қайда ол? Сөзсіз мен оны қазір қатты азаптаймын дейді. Ал керек болса. Аула азбаханнаху. Не бауыздаймын дейді оны. Аула я'тиенни би султанин мубин. Немесе маған айқын дәлелін алып келсін дейді. Бұл өз алдына бір үлкен қисса, құрметті жамағат. Бір жерге жаңа айтқымыз келгені әскердің қандай дәрежеде болғаны да. Оған да тоқталамыз кейін бір бәбісек құсына. Ол бәбісек құсы Сәбә деген бір елдің толығымен исламға келуіне себеп болған құс. Өзіңіз ойлаңыз. Бұл жерде мұсылмандар ұялып кетеді ана оқиғаны кейін өткен кезімізде. Алла нәсіп етсе. Бір құс Сәбә мемлекетінің иман, исламға келуіне әсер етіп жіберген ғой. Сенің көзің жетпеген нәрсеге көзім жетіп көріп келдім деген жаңа Сүлейменға. Ол не ол деп. Соғар жағында қисса ұзақ кетеді өзі Нәмл сүресінде. Міне осы жерде желді бағындырдық дейді, сосын шайтандарды бағындырдық. Шайтандар болғандарда күллі бәннәйін вағуаз. Шайтандардың әлемінде де жаңағы күллі құрылысшы шайтандарды дейді. Құрылыстың көкесін істейтін шайтандар бар екен. Құран айтпаса біз білмес едік оны. Күллі құрылысшы шайтандарды және күллі ғуаз, теңіздің, мұхиттың түбіне дейін сүңгіп кетеді да, не бір нәрселерді алып келеді. Түбіндегі нәрселерден. Түгелін істеткен жаңа патшалыққа, ал патшалық Алла үшін істеп жатқан нәрсе да. Сондай-ақ тағы да басқа шайтандардың түрі бар. Оларды да бағындырдық дейді. Олар, бұл шайтандар енді бой бере қоймайтын шайтандар екен. Бірақ бұлардың өзін бағындырдық. Муқорронина фил асфат. Шынжырларға байлап ұстаттық дейді оны. Олар да Сүлеймен керек кезінде оларды да пайдаланады. Шынжырда тұрады бұлар. Осындай дәрежеге дейін бағындырдық дейді. Сосын айттық дейді Сүлейменге. Хаза атауына. Ей Сүлеймен, нау біздің саған берген сыйымыз. Мына сыйлықтың түрін қараңыздар, таңғаласыздар. Бағанаға Сүлейменнің Раббым, мен сен үшін істеймін деген ана ниетіндегі шынайылығына, түсіндіңіз бе? Шынайылығына Алланың разы болғандығы сондай. Жаңағы патшалықты берген кезде мынандай сөзді айтқан ғой Алла Тағала. Фәмнун, пайдалан, біреуге жақсылыққа бересің ба бұнан? Анаған, мынаған бересің ба? Қараңыздар. Ау әмсек, не бермейсің бе? Тәрбиелік мақсатта. Қараңыздар. Беғойры қиса, мен сенен есеп алмайым дейді ол патшалық үшін. Сен бағанаған ниетің ұнады дейді маған. Сен рас айттың, істейсің дейді, мен білем дейді оны сен істейтіңді. Сондықтан наған бәрін саған берілді. Біреуге пайдалануға бересің ба, жақсылық жасайсың ба, рахым етіп таратасың ба, жоқ бермей қоясың ба, тәрбиелік мақсатта өзің білесің. Мен сенен есеп алмайым дейді ол жайында. Міне құрметті жамағат, сондықтан егер де бізде жаңағындай қиямет күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқандай есепсіз жәннатқа кіріп кететіндер бар деген нәрсе бар ғой. Сондықтан ол нәрседе хақ. Міне есепсіз кіріп кететін жолды іздейік. Алла бізге соны нәсіп етсін. Шамамыз келгенше сол жолда дос болайық, бір-бірімізге насихаттас болайық. Алла иншалла осы айтылған нәрселердің баршамызға жаңағы пайдасын берсін. Нәсіп етсін. Бір аят қалып қойыпты, кешіріңіздер. Жаңағы соңғы несі. Сондай-ақ бұл дүниеде бергеніміз ғой Сүлейменға.
шындап келген кезде Сүлеймен үшін дейді, біздің қасымызда жақын мәртебе бар дейді, өте үлкен жәннаттағы жақын мәртебе ол бар дейді ақиретте. Бұл дүниеде оған риза болғанымыз, ақиретте де ризамыз дейді оған. Сондай-ақ хусна мәәб, сондай-ақ оның қайтып келетін орны сондай жақсы дейді ертеңгі Алла тағаланың алдына. Одан кейінгі қисса Құдай қаласа Аюб пайғамбар туралы болады. Алла нәсіп етіп жатса келесі жолда иншалла сөйлейміз иншалла.